Keyfiniz kalay. Бүгінгі сабағымызды дайынсыздар? Ендеше бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бірін алып, мына дыбысқа зер салайықшы. Бұл менің дауысы. Ал суя біздің күнделікті қолданатын. Бұдан кейін жазда біздің шомылады. Және шипалы суларда бізде болады. Ендеше бүгінгі біздің тақырыбымыз қандай болмақ? Ауыз су жөнінде болашақ күнделікті ішетін біздің суымыз туралы. Ендеше оқулығымызды ашып, дәптерімізді ашып, күннің жайын табамыз. Қазанның 18-ні бүгінгі жаңа тақырып жазамыз. Ауыз су қоры не себепті азаятынын білесің бе? Тақтаға қарайшы, бүгінгі сабағымыздың мақсаты. Бүгін осы мақсатпен жұмыс жасаймыз. 7-1-2-1 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау. Екінші мақсат біздің жұмыс жасайтын бүгін 7-2-1 диалогке қатысушылар коммуникативті азаятын талаптарына сай сөйлеуші, тыңдаушы позицияларын еркін ауыстыру. Бүгін осы екі мақсат бойынша жұмыс жасаймыз. Мақсат түсінікті ме? Ендеше бүгінгі тақырыбымыздың жаңа сөздері. Қазір бәріміз бірге оқимыз, сосын дәптерімізге жазып аламыз. Бүгінгі жаңа сөздер. Ауыз су қайталаймыз. Ауыз су аудармасы жарамсыз. Жарамсыз. Аудармасы қалай екен? Келесі жаңа сөз. Тасқын. Тасқын аудармасы жайылым. Аудармасы көмір қышқыл. Аудармасы келесі жаңа сөзіміз бу. Аудармасы дәптерімізге жазып аламыз. Суретте не бейнеленген? Бұл біздің су, күнделікті ішуге біздің ауыз суымыз. Ауыз суды біз қайдан аламыз? Краннан аламыз. Ал екінші суретте ол да не? Су алатын құрылғы. Қазір заманда мынандай бар. Ауылдарда болса, қалаларда бізде мынандай құрылғы. Бұрынғы заманда адамдар осымен су алып су ішіп жүрді. Қазір дамыған заманда бәріміз краннан су ішеміз. Яғни бүгін ауыз су туралы айтатын боламыз. Балалар, қараңыздар, сіздердің оқулықтарыңызда диалог бар. Қазір маған екі оқушы диалогты оқиды. Ары қарай тапсырма сол диалог негізінде жүзеге асады. Сондықтан диалогты мұқият оқимыз және ондағы ақпаратты түсінеміз. Диалогты көрдік қоя, осы диалогты қазір маған екі оқушы оқиды. Кім оқиды? Тағы. Жақсы, мына топтан Зайнап, екінші топтан Бегінен оқиды. Алға кезек бастаймыз. Тұрамыз, орнымыздан оқимыз. Бірінші ғасырда су қорына байланысты қандай түйткілді мәселелер бар? 21-ші ғасырда су қорына байланысты түйткілді мәселе көп. Соның бір ауыз су мәселесі Әлемде түрлі ауыз су қорының азаюымен байланысты ғалымдар мен мамандар ауыз су қорының азаюымен байланыстырады. Жалпы әлемдік деңгей су қоры азаюын мамандар теңіздегі тасқындармен байланыстырады. Қазақстанда ауыз су мәселелері қалай шешілген? Халық пайдаланатын ауыз судың сапасы қандай? Біздің елімізде де ауыз су мәселесі қиындық тудырып отыр. Қазақстанда халық пайдаланатын ауыз судың 20%-ға шығуы жарамсыз. Әлемдік жылынуға байланысты Қазақстанда не өзгеруі мүмкін? Табиғи аппараттар болуы мүмкін бе? Әлемдік жылынуға байланысты болашақта Қазақстанда өзендердің ағысы өзгеруіне мүмкін. Табиғи апат табиғи өзгерістер орын алуы мүмкін. Ғалымдар су қорының өзінің жердегі температураның жоғарылығымен байланыстырады. Температураның жоғарылығы қандай әсер етеді? Қалай әсер етеді? Соңғы кезде атмосферада көпшіл газ көптеп мүмкін.
Көміршілік газет Көміршілік. сайы температура жоғарылайды. Жердегі су бу болып ұшады. Ол су қорының төмендеуіне әсер етеді. Су қорының төмендеуі ауыл шаруашылығына әсер етеді. Әрине ауылға су қорының төмендеуіне мал жайылымдарын қосады. Ол ауыл шаруашылығына әсер етеді. Rahmetine көп мәрте тамыр, сонда энергияның көп бөлінген жердегі су қоры азаяды екен. Су азайса жерден өнім шықпайды. Тұрмыста өнеркәсіпте суды көп пайдалану су қорының азаюына әсер етеді. Сондықтан суды орынды пайдаланып, ауыз суды үнемдеу Отырамыз. Балалар, сіздерге бұл тапсырманы орындауға керек болады. Тапсырманы дайын болған кезде бұл бес тармақты сіздерге тек қана бірінші болып бастау үшін ғана беріп тұрған зат. Енді диалогты оқыды. Диалог не туралы? Ауыз су туралы, иә. Тағы қандай мәселе айтылды? Біздің ауыз су қазіргі заманда жағдай қалай екен? Я 20% алды. Жарамсыз. Енді балалар, бүгін жаңа сөздермен танысып болдық қой. Енді осы диалогтың ішіне жаңа сөздер табайықшы. Қандай жаңа сөздер бар? Бу, ауыз су, біз айтып өтеді. Жарамсыз, жайылым, көмірқышқыл, газ. Яғни бұл бүгінгі біздің жаңа сөздеріміз. Келесі тапсырма балалар сіздерге. Сіздердің алдыңызда балалар. Түйер моделі тұр. Шыққа сіздерге екі бет қағаз беремін. Бүгінгі сіздерге беретін тапсырма. Бүгінгі тақырып қандай біздің? Енді қараңыздар. Біз бірінші ортаға не жазамыз? Бүгінгі сағаттың тақырыбы. Тақырып қандай? Ауыз су. Ортаға не жазамыз? Ауыз су деп жазамыз. Енді мына жерге бірінші не жазамыз? Анықтамасы. Яғни ауыз су дегеніміз не? Жазамыз. Екінші, ауыз суды қайда пайдаланамыз? Тек қана ішпейміз ғой біз, иә? Қайда пайдаланамыз? Сонда үшінші бізде судың пайдасы. Үшінші графаға судың зиянын жазамыз. Мына сіздерге қағаз. Осыған бүгінгі диалог бойынша судың анықтамасын, суды қайда пайдаланамыз, оның пайдасы және зиянын жазамыз, және қорғаймыз, иә? Алдымен жазып алайық. Бірінші болған топ бастамақты соғады. Ал кетіп бастаймыз. Топ, бұл балалар, топтық жұмыс, бірігеміз, топтық жұмыс. Төртінші графа балалар бізде зияны, яғни бізде қазіргі уақытта ауыз су қорына қандай зиян келіп жатыр қоғамға. Ауыз су қоры, бірінші топ аяқтады. Тапсырамыз бітірдік пе? Аяқтадық па? Аяқтадық, ендеше қорғаймыз. Бірінші болып бізде бітірген бірінші топ. Кім қорғайды? Максим Киров. Модель толтырдық. Айтау, бірінші бізде тақырып қандай? Ауыз су. Екіншісі анықтамасы қандай? Ауыз су. Екіншісі ішетін суымыз. Анықтамасы ішетін су. Суымыз. Екінші бізде өнеркәсіп. Қолданамыз, және тұрмыста, тұрмыста қолданамыз. Жуынамыз, ішеміз, тағысындағы. Үшінші бізде пайдасы. Су адам денсаулығына пайдалы. Әрине пайдалы. Үшінші бізде 20% жорғамсыз. Қазіргі таңда бізде ауыз су қоры 20%-ға жарамсыз. Осы қалықтаймыз. Ал тауса келу. Тақырып бізде ауыз су. Ауыз судың анықтамасы. Ішетін суымыз. Қайда пайдаланамыз?
Жақсы келесі. Қазіргі таңда неге азайып бара жатыр? Ауыз су қоры. Ауыз су қоры бізде қазір мүлдем азайып бара жатыр. Алдағы уақытта бізде су болмауы мүмкін, және біз өзге елдерге не боламыз? Су жағынан тәуелді боламыз. Өте жақсы, қош жасақтаймыз. Топтық жұмысты бағалаймыз. Бірінші топ. Екінші топтың жұмысы жақсы орындалған. Мен деген оларға Қандай баға бересің? жақсы баға беремін. Өте жақсы отырады. Келесі. Бірінші топтың Жұмысы қалай? Кестесін толып отырамыз. Жақсы балалар, күнделігімізді ашамыз. Біздің жұмысыға тапсырмалар боламыз. Бүгінгі сабағымызға кері байланыс береміз. Ұялы телефондарымызды аламыз. Қазір мен сіздерге ссылка жіберемін. Сол ссылка бойынша Padlet тақтасына бүгінгі сабақ қалай өтті, сол бойынша кері байланыс береміз. Ал сіздерге қазір ссылканы жіберемін. Ал балалар, сіздердің топтарыңызға, чаттарыңызға ссылка жіберді. Сол ссылканы басып, Padlet тақтасына кері байланыстарыңызды бере қойыңыздар. Басамыз, плюсті басамыз да кері байланыс береміз. Сабақ ұнады деп ойлаймын балалар. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.